Hayırlı gün barşаңызға. Бүгін американдық пончиктер дайындайтын боламыз. Құрамы қарапайым ғана ингредиенттерден тұрады, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен жылы сүт, үстіне 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз және 5 ас қасық секеріміз салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң үстіне 1 жұмыртқа және сары майонезді құямыз. Ерітілген сары майонезді жақсылап араластырып. Одан соң үстіне аз-аздан ұн салып тұрып, жұмсақ қамыр егеміз. Дайын болған қамырды бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді ары қарай пончиктеріміздің формасын келтіріп аламыз. Осылай дөңгелек кеселі немесе форма болса форманы келтіріп аламыз. Және ортасынан мынандай кішкентай мінекей пончиктеріміздің формаларын келтіріп алдық. Енді екі жағы қызарғанша қызып тұрғанында қуырып аламыз. Мінекей пончиктеріміз дайын болды. Біздің қаламызша денелерімізді